Сәлем әлем, сіздермен бірге хайп емес, және бүгін біздің студиямызда өте ерекше қонақ. Мейрам Қуанышев, ол Атырау, Қазақстанды қойып, халықаралық деңгейде есімі шыққан, күні кеше Малайзияға барып, тойды өткізіп келген және бірнеше тілді меңгерген полиглот. Тух, деген представление, да? Рахмет. Сізге рахмет айтайыншы, бірінші. Мен сізге хабарласқан кезде, сіз андай бір образда түр салып алып, олай сөйлескен жоқсыз. Мен кеш жарық дедім, сіз жап жарық дедіңіз. Солай әңгімеміз өте жақсы басталып кетті, да? Сол үшін сізге осындай қарапайым қалпыңызбен, өзіңізге обращаться етіп жатырған адамдарға сондай жылы лебізбен солай жауап беріп жатқаныңыз үшін және бізге қонақ болып келгеніңіз үшін рахмет айтамын. Уақытыңыз өте тығыз адамсыз. Рахмет. Қалайсыз жалпы? Жақсы. Аллаға шүкір, енді қазір той науқаны басталды ғой, шабыс жүгіріс. Енді кеше ғана топ-10 Атырау деп бір Атырау шулатып алдық. Завтра для невест деген бір үлкен жоба болды. Соны одан кейін де жалпы сұраныс, телефон шалулар бұрынғыдан да 2 есе, 3 есе көбейіп кетті. Физически үлгермей жатырмыз қазір. Күнде кездесу, күніне бірнеше кездесу десек болатын шығар. Жалпы шыны керек, қазір сіздің атағыңыз бір топ 10-дықта тұрған, соның ең бастауында тұрған тамадан бірсіз, үлкен шоуменсіз. Сізді көп адам біледі, көпшілік біледі. Атыңызды және құрметпен атайды. Және бұл сіздің алғашқы сұхбатыңыз ба негізі? Алғашқы сұхбатым. Осыған дейін негізі бірнеше рет былай хабарласқан, бірақ мен ондай қатты келісе қоймадым. Қазір енді мынау сәті түсіп, бүгін келіп жатым студияларыңызға, шақыртуларыңызға үлкен рахмет. Дебют құтты болсын ендеше. Рахмет. Так, ендеше Мейрам туралы өзінің достары, клиенттері және подписчиктері білмейтін бір топ 3 фактын айтып кетсеңіз. Мен негізі ол нәрселерді айта бермеймін, бірақ қазір айтайыншы деп. Біздің студиямызда, біздің хайп емес программасында бір дебют болсын. Сізге дейін өткенде Бейбіт Көшқалиев ағамыз келіп кеткенде Жол деген әнінің өлеңін айтып кеткен. Ол ән ол кезде әлі шықпағанды. Сол сияқты. Тұсаукесері болды, иә? Тұсаукесері бізде болды негізі. Мен ойлаймын, көп білінбейтін болар деп. Енді өзім әріптестерім біледі, осы той саласындағы. Кейбір оқырмандар білуі мүмкін, бірақ көп пайызы мен өнер саласында оқыған жоқ мысалға. Негізі бітірген мамандығым осы Атырау мұнай және газ институты, қазір университет қой. Сафи Өтебаев атындағы. Сол жерде мен 5 жыл инженер-электрик мамандығын бітіргем. Кейін ол салада 16 жыл төңірегінде жұмыс жасадым. Сонымен сол мамандықта оқып жүріп, 3-ші курста сол Worley Parsons компаниясының High Educational Grant дейді жаңа, высший образовательный грант ұтып алдым. Сөйтіп олар практикаға шақырды мені, газета, телевидение келді, жаңағыдай осы газет Ақжайыққа шығарып, 7000 студенттен 2 студент ұтып алдық. Мықты. Ол кезде ол компанияда 500-ге астам жұмысшылар болатын, соның бір 35-40% шетелдіктер болатын. Сол компанияда мен практикадан өттім. Сөйтіп ол компанияда кейін жұмысқа қалып қойдық. Сонда мен ойлайтым жаңа, мен тоқ саласында манағы столбаға шығып, болмаса қысқаша теориямен емес, қағазбен де, компьютермен де осы салада жұмыс жасауға болады екен деп. Сөйтсем жаңа жобалаушы, жаңа сызушы, автокадпен жұмыс жасадық жаңа. MicroStation секілді әлемдік программаларды меңгердік, соны өздері оқытты, өздері дайындады, ағылшын тілін оқытты жаңа. Сөйтіп жаңағыдай сол салада 5 күн жұмыс жасаймын, 2 күн той басқарам жаңа. 5-ші күн кешке той басқарам, 6-шы 7-ші күндер той басқарам, сөйтіп жүрдік. Содан қателеспесем 2009 жылдар ма екен, 2010 жылдар ма екен бір той болды жаңа. Мен енді шетелдік компанияда жұмыс жасайтынымды қала ішінде манағы Парсонске тамада, Worley Parsonстың жаңа ведущий деген секілді жарнама халық арасында сондай әңгіме тарап бастады. Содан иностранецтер маған амандасатын жаңа MC деп, оларда MC дегенде Master of Ceremony ведущий жаңа тамада қалайсың деп. Сөйтіп олар әзілесетін. Бір күні жаңа бір той болды. Халибертон компаниясында жұмыс жасайтын қыз бала жаңа шетелдікке тұрмысқа шығатын болды. Солар енді құдалар шетелден келетін болды. Әлі қателеспесем, осы ресторан мына неде болды? Самал Атырау ма? Атырау қонақ мына несі? Қонақ үйі ма? Жоқ, қонақ үй емес.
әрі қонақ үй әрі мына санаториясы. Соның қасында бір мейрамхана болды, ұмытып қалып тұрмын. Қазір люкс деген бар сияқты. Люкс деген сияқты. Ол кезде аты деген есіме түспей тұр. Сол кезде бір хит не болды. Осы Атыраудың жақсы бір элитный тойлар өтетін болды ол жерде. Сол жерге жаңағы той болатын болып, ол жерге Алматыдан бір жүргізуші шақырып жатырмыз. Осылай мен кездескен кезде сіз жаңағы местный менталитетті білесіз. Және шетелдік компания жұмыс жасайтын жаңағы базовый ағылшыншаңыз бар. Екеуіңіз жақсы дуэт боласыңдар деп. Кездескен сайын әлгі ведущий жаңа маған мынандай қылып түсін деп айтады да. Скайппен сөйлесеміз, біздер былай қыламыз деп. Мен бір жай қасында бір ассистент сияқты болдым да. Сөйтіп той басталды. Той болған кезде той басталып кетті. Шығып фанфарж ортаға шығып, жаңа процесс барысында үшінші тосқа дейін мен уже анықтадым. Оның қаншалықты ағылшын деңгейін. Сосын ойладым, егер де мынандай деңгеймен бұл ағылшынша той жүргізіп тұрса, мен неге жүргізбес келеді? Мен бұдан сауаттырақ білетін секілдім деген бір ой пайда болды да. Содан кейін ізденіп бастадым мен. Ізденіп бастадым жаңағыдай түрлі ағылшын тіліндегі ютубтан жаңағы американдық әртүрлі нелерді қарап бастадым жаңағы. Киноларды қарап бастадым, түрлі шараларды қарап бастадым. Жаңағыдай аплодисменты, қошемет деген сөздің өзін ағылшынша қалай айтады деген секілді бәрін. Жаңағыдан қалай айтады деген секілді. Осы бағытта ізденіп бастадым мен. Бәрін ойымды қағаз бетіне түсіріп, айнаға қарап дайындалып, арнайы манағы ағылшын пән мұғалімдерін іздейтінмін. Бірақ ағылшын пән мұғалім ішінде де жаңағыдай кішкене творчествоға жақын ұстаз іздедім мен. Ағылшын пәніне сабақ береді, әрі творчествоға жақын. Себебі жай стандартты мектептегідей келіп былай отырып түсіндіріп кете беретін мұғалім маған ондай бір екіміз бір волнада жаңа бір неде әңгімелесе аламыз ба деген не болды да. Маған ана бір мектептегі жай мектептегі болмаса қазір арнайы бір курстардағы үйрететін ағылшынның үйрету методикасы маған ұнамайтын олай. Маған өзімнің бір методым болды деген секілді жаңа. Өнер арқылы мысалға. Біреулер болады жаңа ағылшын және бір жерден көргем жаңа бір подкасттан ба. Сізге не нәрсе ұнайды, сол арқылы ағылшын үйренуге тырысу керек дейді да мысалға. Сіз спорт жақсы көрсеңіз, ағылшынша қараңыз спортты. Болмаса сол ағылшынша маған мысалға өнер мысалы музыка арқылы болмаса. Қазіргі таңда мысалға ағылшын тілінде подкасттарды тыңдаймыз жалпы. Тыңдаймыз, қараймыз, көреміз, түсінбегенімізді іздейміз жаңағыдай. Мықты. Жалпы Инстаграм қарап шықтым. Бәрі аяқ астынан басталады екен да. Сізде мысалы той басқаруыңыздың өзі термей тұрған жерінен кетіп қалдым деп отыр. Сол қалай болды жалпы? Термей өзімен өзі жүрген адам ол қалай тойға барады? Мысалға сол кезде бір қызықты моменттер болса. Қызықты сәттерінен бөлісейін. Ол кезде мейрамханаларды аралап домбырамен өлең айтатынбыз. Ставка емес, халықтың берген аламыз жаңа. Сол кезде жаңа бір асаба жетпей жатыр, осылай. Сенің қабілетің бар, терме білесің, термедегі сөздеріңді қолданасың жаңа. Енді терме айтатын адамда ода енді багаж болады ғой. Тіл байлығы болады белгілі бір деңгейде. Сен даусыңда жаңа фактураң бәрі келеді деп батасын берді де алды да осындай жерде не бар жүргізу керек, тамада жоқ жерде. Кім мақтап сізді тойға салып жіберген? Енді ол кісінің атын айта алмаймын мен қазір. Бірақ рахмет айтатын боларсыз қазір. Әрине. Сөйтіп жаңағыдай кездер болды, бейнетаспаға түсірген кезде де болды. Бейнетаспаға түсіретін адам болмай қалып, жаңағыдай маған айтады, сен домбырамен терме айтасың, әрі бейнетаспаға түсіру көмектес деп. Сөйтіп 20 минут консультация беріп мені алып кеткен тойға. Сөйтіп камера түсіріп тұрмын, жаңа камерада түсіріп, сондай кездер болды. Камераны өзім плейді басып қойып, мынандай не ғой, штативте тұрады. Өзім тұрып термені жаңа орындайтынмын. Өзім түсіріп тұратын жаңа камера. Кейін жалғастырып, сондай қызықты сәттер болды енді. Жалпы тойға барған кезде андай сөзіңізді ұмытып қалып, енді қазақша басқарып жатсаңыз жақсы, енді қазақтың сөз көп қой, бізде сөздік қор. Ағылшын тілінде басқарып жатқанда мысалы сөзіңізді ұмытып қалған сондай бір кездер болды ма? Ол ситуациялардан қалай шығып жүрсіз? Мысалға ағылшын тілінде ұмытып қалған кездерім де болды. Ұмытып қалған кез дегенде мысалға мен жаңадай орыс халқы айтады ғой, наглость вторая часть деп. Мен сол жерде сұрап алатынмын. Сол жерде дегенде жаңағыдай микрофонмен әзіл форматында жаңағыдай
sorry, I forgot this one, what's English деп жаңағы сұрап алатын. Кешіресіз, бұл ағылшынша қалай еді, мен ұмытып қалып тұрмын мына сөзді деп. Please деп жаңағы при всех бәрін адам қонақтардың көзінше жаңағыдай. Ол жерде жалпы халық ол нәрсені байқадың жоқ, себебі мен сасып тұрған жоқпын. Солай ойын сияқты қабылдап отыр. Бір образға рөлге кіріп бір ойнап тұрған сияқты жаңағыдай сөйтіп сұрап алып кейін жалғастырып кетіп жатырмын да. Сөйтіп кездерім болды мысалға. Той есімде бір салтанат сарайында бір той басқарып жатырмын мысалға. Сөйтіп ондай бірнеше рет болды. Енді жаңа жылдық кештер жүргізесің, тағы да басқа шаралар жүргізесің, корпоративтер жүргізесің. Сол кездерде енді более андай официальный дейді ғой, ресми концерттер болады, болмаса экспоны жүргіздік мысалға. Ол кезде 4 ай дайындалдық. 4 ай дайындалдық, сценарий толықтай жаттап алдық қой енді. Вот сол кезде сезіміңді айтып берші, менің сұрағым заранее біліп алып отырған сияқтысың. Экспоны сұрайды деп отыр едім. Экспода қалай болды? Экспода мені ұсыныс берген, сол жүргізуге алғаш телефон шалған Ақмарал Машимова, осы Атыраудың барлығы біледі. Бұл кісі филармонияда, осы Атыраудағы үлкен шаралардың басқасында жүрген әнші, режиссер. Сол Ақмарал Машимова, оның қасында жаңа Венера Машкалиева бар, осы екеуінің ақылдаса келе маған тоқталған екен, кейін білдім бана Венерадан. Сосын жаңа репетициялар болып жүрді. Ақмарал апамыздың өзі жаңа филармонияда менің енді біз той саласында жүреміз ғой көбіне. Сахна мүлдем басқа. Ол кісіден енді көптеген сабақтар алдық. Қалай ұстау керек, қалай өз-өзіңді, қалай сөйлеу керек, болмаса мына жерде тұрған адамға қалай айтылады, болмаса сахнада тұрып, ана жақтағы балконда тұрған адамға қалай дауысын қалай жеткізуің керек деген секілді. Дауыстың екпіні бар, несі бар, сондай сабақтарды өзінің тәжірибесінен ол кісі көп нәрселерді бөлісті, маған айтқан болатын, үйреткен болатын. Осылай ол қазақ, орыс, ағылшын тілінде болды ғой, қасымда жаңа қыз бала болды. Осы драма театрының актрисасы біз. Соған енді дайындалып, мен үшін үлкен бір сахна болды. Енді Астанада амфитеатрда болды. 7 күн Атырау біздің концерт берді. Соның ішіндегі ең ірісі, ең жаңағы манағы ел басына, біздің облыс басшыларына барлығына кететін есеп ретінде. Әлі есімде сол кездегі филармонияның директоры, мен 1 сағат жарым мүдірместен орындап шыққаннан кейін сахнаға келіп мініп жаңа менің бетіме сүйгені бар жаңа. Бетіне сүйіп, бірден алмай кезек 2 бетімен сүйді, әлі есімде сол сәт. Енді оған дайындық барысында және де ол жаққа Астанаға барғаннан кейін тағы да дайындады ғой, сахнадан 10 түсіріп, 10 мінгізді жаңа. Ресейден бе, білмедім, Украинадан ба, бір жақтан үлкен мықты режиссерлар келді. Славян халқы жалпы. Бір қазақ көрген жоқпын іштен. Солар біздің манияқтан 4 ай бойы дайындалғанбыз, ана жаққа барып тағы дайындады ғой, дайындады. Сол жерде алғаш грим жасау, болмаса кірпікті де ойынбейді жаңа. Кірпікті өтірмейтін, кірпікке тиіспеңіз. Қасты бояды, ерінді бояды, беттің бәрін шашқа укладка жасады, бір қуыршақ қылып шығарды мені. Өз-өзім танымай қалдым, бірақ кейін ұнады ол нәрсе маған. Ұнады дегенде кейде бір үлкен Атыраудағы бір шара, үлкен тойларда, үлкен бір шараларда арнайы салонға барып, болмаса салондағы адамды шақыртып, жаңағыдай крем жасататыным бар деп қойыңыз. Осындай құпия, вот көрдіңіздер, мадан бері айтпай отырған. Подписчиктер біле бермейді ол туралы. Мысалға, енді бәлкім енді ер адам үшін жат нәрсе деп ойлайды, бірақ жалпы өз-өзін күтіну, болмаса мысалы трикотапия қолдану, очищающий тоник, увлажняющий мысалы қолдану керек деп ойлаймын. Әрине. Енді халықтың алдында жүргеннен кейін жаңа без фанатизм ғой енді. Без фанатизм жаңа. Халықтан бұрын әркім өзі үшін деп ойлаймын. Так, енді менде сұрақ, өткенде бір рилсіңізден көріп қалдым. Итальян тілін меңгеріп жаттыңыз. Итальян тілі, ол да бір қызық болды жаңа. Оған енді 1 жылдай болған жоқ әлі. Тұрмысқа шығатын қыздың өзімен кездестім ғой. Сол кезде маған қолға салып айтқан, мен осындай жаңа болашақ жарым ағылшын тілінде түсінеді, бірақ ата-енем олар ағылшын тілінде білмейді жаңа. Сондықтан мен Италия тілін үйреніп жатырмын, курсқа барып жатырмын. Осындай Атырау қаласында 17 тіл білетін жақсы бір маман бар. Соған рекомендация бере аламын, бірге барайық болмаса деп. Сөйтіп
маған бір қызық жарайды деп мен сол жерде мақұл деп келісе кеттім. Контактілерін алдым, ол кісіге барып сөйлесіп жолықтым. Сөйтіп манағы мен өзіме керекті қажетті деңгейдегі жоқ қажетті именно сол тойға қатысты керекті жерлеріндегі нелерімді ана тілімде дайындап алып бардым. Соны итальян тіліне аудардық. Тіліне аударып, сосын сол жерде жаңағы бір 28-30 сөйлем көлемінде жаңағы сол тойға қатысты қажетті сөздерді произношениесі бар, жаңағы дыбысталуы, қалай шығып айтылады жаңағы. Соның бәріне дайындалдым мен. В общем, Италияға баратын болсақ, сізді алып кетуге бола ма қасымызға? Иә, болады. Көріңіз, енді келесі сіздің қырыңыз, үшінші қырыңыз таптық. Ол бесплатный переводчик бола аласыз, или платный у вас все-таки? Қарайсыз ба? Иә, оны енді ситуация қараймыз. Содан кейін жаңағы қызық болды. Сол сойдан кейін жаңағыдай маған Астанада Рексис қонақ үйінен хабарласты бір итальяндық компаниялардың екі бірдей шарасы. Одан кейінгі мына тұрған көрші Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласынан Сичим компаниясының бір шарасын өткізуге, онда енді бірыңғай итальяндықтар ғой. Соған ұсыныс түсті. Жалпы сонда бір тілді меңгеруге примерно қанша уақыт керек екен? Енді өзіңізге енді оның белгілі бір несі жоқ уақыты. Мен ағылшын тілін әлі де үйренудемін. Әрдайым енді дамыту керек, әрдайым формалау керек. Манағы спортшылар секілді ғой. Залға бармай кетсе, тренировкаға бармай кетсе, ол жаңағыдай дене пішіні өзгеріп бастайды деген секілді. Сол сияқты бұл салада да жалпы тіл үйренуде де шеті жоқ қой. Яда білетін 9, білмейтін 99 демекші жаңағы. Әрдайым ізденісте, әрдайым түрлі нелер келеді. Мысалы, спорт саласын жүргізу керек. Мысалы, бой без правил жүргізу керек. Жекпе-жекті. Одан басқа шетелден қонақтар келді, жаңағы ағылшын тілін жүргізу. Ол жердің бана терминдері, айтатын сөздері, спецификалық өзінің сөздері бар, нелер бар, ол мүлдем басқа. Жаңа кекушинкай каратедо жүргізіп көрдім, ол да мүлдем басқа. Мысалы, бұрын Абзал Дүйсеповтің 2 бойын жүргіздім мен. Онда мүлдем басқа. Болмаса жаңағы Махамбет Исатай атындағы 19 ба 17 ел қатысқан жаңа үлкен бокстан өтті. Онда мүлдем басқа. Экспода мүлдем басқа. Жаңағы Сұлтан Палас мейрамханасы алғаш ашылған жылы 17 ма 18 корпоратив жүргіздік жаңа жылдық. Ол жерде Тур де Франс дейді, жаңа Франция еліне саяхат. 4 ғасырға бөліп тастадық. Енді жалпы оның қожайыны жаңа Асел Бауыржанқызы өте креативке толы, өте талантты қыз ғой. Сол кісінің жаңағы басқаруымен жаңа жылдық кеш ол жақта 1 желтоқсаннан басталады. Себебі 1 желтоқсаннан 20 желтоқсан аралығында шетелдік компаниялар тойлайды көп жағдайда. Сөйтіп олар елдеріне кетеді. Крисмас дейді жаңа өздерінің елдері бар. 20-сынан 30 аралығында біздің жергілікті ұлттық компаниялар жаңа солар тойлайды. Соны жаңа біз 2-3 ай бұрын дайындалдық қой. Есімде әлі сол кезде мен 6 килограмм тастаған екем. Ана дайындықтан. Соны 4 ғасырға бөліп тастадық. Алғашқы жаңа 13-ші, 12-ші ғасыр деп мысалы. Одан кейінгі 14, 15-ші, 16-ші ғасыр, жаңа одан кейінгі жаңа 18-ші, 19-ші ғасыр, одан кейінгі 20-ші ғасыр Франция деп. 4-ке бөлдік. 4-еуіне 4 түрлі сол кездегі әуендерді қостық. Сол кездегі киімдерді киіндік. 25-28%-дан даже манау даяшылар, официанттарға дейін киімдерін өзгертті. 4 түрлі киіммен. Ол кездегі қолданған ағылшындарымыз ол мүлдем басқа. Енді сондықтан да көрдіңіз әр салада шеті жоқ бұл нәрсенің жаңағыдай әрдайым. Түсінікті. Италия тілді де қай тілде солай деп ойлаймын енді. Мықты. Жалпы енді бір белгілі бір деңгейге қарастырсақ, алып 4 тілді, қазақ орысты қоспағанда ағылшын, итальян. Осы 2 тілді жетік меңгергенсіздер. Францияның да тілі бар ма әлде? Француз тілінде енді манағы сол шара кездерінде манағы бір қажетті сөздерді о мабие, бонани деген секілді бір Италия, Франция сізбен бірге баруға болады екен сол жақта. Иә, сосын енді түріктердің де тілінен жаңа ондай бір шараларда болдық, жүргіздік жаңағыдай. Онда да жаңағыдай бір базовый ғой, жаңа бір керекті, қажетті сөздерді. Жалпы мен білмеймін, тілге деген бір икемділігім бар секілді деп ойлаймын, себебі жаңағы 17 тіл білетін қыз жаңа маған айтатын, сізден Италиядан гөрі
менен бір комплимент болсын дейді, жаңағы сіздің Қытай тілін үйренуге деген сіздің бір сізде сол жақсы шығатын секілді дейді, Италия тілінен гөрі деп маған сөйтіп айтып қалды. Бірақ білмеймін, ол нәрсе, ол кісі менен не нәрсе байқаған. Сол қызық болып көрінді өзім, әрине білмеймін, енді көреміз болашақта. Бірақ Қытай тілін әлі әзірге үйренемін деген ниет қойған жоқпыз. Сәтін салып жатса, қажеттілік болса үйренесіз ғой. Иә, көреміз. Өзіңіз айтқандай, жаңағыдай бәрі аяқ астынан деп отырсыз ғой. Малайзияға барып, адам сияқты қыдырып барып, той басқарып кетіпсіз. Соны айтып беріңіз. Ол қалай болды жалпы? Малайзия еліне барып қайтамын, осы көремін деп. Негізі Америка дедім, Англия дедім, бірақ Малайзия елі бір бюджет жағынан ыңғайлы болды. Және де ислам мемлекеті, тамақтарында бір күмән жоқ деген секілді. Сосын қауіпсіздік жағы өте керемет. Және де қасында Сингапур бар, тиіп тұр. Мына жағы Филиппин, мына жағың Бали, Индонезия, мына жағың Таиланд, мына жағың Австралия, мына жағың су арқылы Жапонияң бар, мына жағында Южный Кореяң бар. Қай жағынан да ыңғайлы деп сондай бір жоспар болды да. Бұл жерде бір көшенің атын ұмытып қалып тұрмын. Сонда бір көше, бұл көшеде бүкіл барлық туристер жүреді шығар. Барлық туристер жүреді, сондай бір жаңағы сол жерде бір шаралар өтіп жатады. Түрлі шаралар. Әр жерде туристер қарап жатқан жаңағы. Соған барып мен бір ән сұраймын ғой, ана орындап жатқан әншіден. Луи Армстронгтың What a Wonderful World болса әнді бола ма деп жаңағы. Көрермендер өлер ақша салып жатады жаңағыдай. Содан жаңа мен микрофонды жаңағыдай сөйтіп айтқаннан кейін аналарға қызықтырды ма, кім сұрады ол әнді деп сұрағанда жаңағы. Сосын мені көрсетті, мені шақырып алды жаңағы. Сосын ән айтасың ба деп мен айтамын, жалпы енді караокеде ән айтатынымыз бар, ағылшын тілінде. Және де бұл менің жақсы көретін әнім да. Алғашында ағылшын үйренгенде осы әнді мен осы ән арқылы бастағам. Содан банағы ол кісі жаңағы айтты, сіз бізді хабарлаңыз, пока публиканы ұстаңыз, біз сәл манағыдай су ішіп қайтамыз деген секілді бір сахнаның артына қарай. Соны мен микрофонды алдым да жаңағыдай халықпен жұмыс жасап кеттім ғой. Ана жерде деген бүкіл әлем бойынша жиналған ұлт қой. Жиналған қара орынған халық жаңа туристер барлығы. Сол жерде мен микрофонды алып сөйлеп кеттім. Сол жерден жаңа видеоға түсірді, қасымда тұрған адам жаңа. Онда ой жоқ жаңа видеоға түсіріп тұрған адамда. Менің де ойымда жоқ жаңа. Соны жаңа сол жерде халықпен жұмыс жасадық. Одан кейін манағы кісілер, манағы топты ортаға хабарладым. Олар сол топпен жаңа Луи Армстронгтың What a Wonderful World сол әндің алғашқы куплетімен жаңа қайырмасын бірге орындадық. Кейін олар әрі жалғастырды. Ойымызда ештеңе жоқ, ана видеоны алып, жаңа сол жақын жердегі неге барып кофемізді ішіп әңгімелесіп отырып, оразан кезі ғой, ауызашардан кейін жаңа монтаждап жүктедіңіздер. Былай өзімше монтаждадым да, бірінші TikTokқа салдым негізінде. TikTokқа салдым, сөйтіп жаңа тұрып жатқан өзіміздің апартаментке келсек, таныс жігіттер, қазақ жігіттер көріп қалдым. Сізді жаңа менің араб достарым айтып жатыр. Сіздің жерлесіңіз TikTok чулатып жатыр деп. TikTokқа кеткен. Одан кейін алдым да мен Instagramға салып қойдым. Одан кейін Instagramға салдым. Салдымда ойымда ештеңе жоқ. Ана жақпен бізде 3 сағат жаңа айырмашылық бар, разница. Содан кеш болып, келесі күн тұрсам, таңертең жаңа кім біздің Атырауда Асаба Нұртілек. Ең бірінші сол жаңа скриншот жасапты да маған салып жіберген жаңа WhatsAppқа. Маке красавчик потолок деп жазып жүрді да. Потолок деп жаңа. Сөйтсем қарасам, афиша Атырау салып жүрді жаңа. Менің парақшамнан алып, өздерінің парақшасына салып, сөйтсем бүкіл Атырау шолап жатыр екен да. Тек қана Атырау емес, көршілер жатқан батыс өңірінде жаңа Оралдан, Ақтөбеден, Маңғыстаудан кейбір жігіттер жазып жатыр. Одан елге келгеннен кейін бір Астанаға бір сапармен барып қайттық. Ол жақтағы астаналық кейбір таныстарым, жүргізушілер жаңа бір. Сіз ана өткенде Малайзияны шулатқан сіз бесіз бе деген секілді. Сондай бір не болды да. Моменттер болды. Бір жақсы бір пиар болды бұл енді. Өзіңіз жалпы жиі мақтайсыз ба? Мейрам красавчик деген сияқты өз айнаңызға қарап. Енді істі біткеннен кейін адам өз-өзіне риза болу керек қой негізі. Жалпы мен өз басым қойған мақсатыма жеткен кезде мен үшін туған күн шығар сол. Мысалы туған күнге қатты мән бермеймін. Біреудің туған күнін құттықтауға болмаса өзім туған күніме бір белгілі бір нелерге
хотя осы салада жүрсем де, иә, мерекенің осы сферада жүрсем де, бірақ арнайы ондай құттықтауға жоқ екенмін, бірақ өзімнің қойған мақсатыма жеткен күн мен үшін үлкен мереке. Мейрам красавчик деп айтасыз ғой, айтпайсыз ба енді айнаға қарап? Жоқ, іштей айтасыз. Бірінші шүкіршілік етемін. Шүкіршілік етесіз. Шүкіршілік етемін, жаратқанға шүкіршілік айтамын. Енді сол жаратқанның беріп жатқан несі ғой, иә. Жақсы. Содан кейін бірінші ішіне шүкіршілік айтамын. Благодарность дейді ғой, іштей бір. Әр іске, әр неге іштей бір. В общем, красавчик деп айтпайсыз. Красавчик деп енді әркімнің өзінің бір тілінде шығар, айтатын шығар бәлкім, іштей болмаса бір сезім арқылы, болмаса там yes деп, болмаса там деген секілді. Иә, болады әрине. Дұрыс. Ол өзін мақтау, ол негізі жақсы, өйткені адамға рахметі жоқтың Аллаға рахметі болмайды деген бар ғой. Негізі адам бір белгілі бір жетістіктері не жалпы масаттанып тұру керек деп айтады, өйткені сіз дальше одан да биік нәрселерді бағындыруға мотивация сияқты. Психологиялық сағат емес еді негізі біздің интервьюіміз. Просто арасында кетіп қалып жатыр. Жалпы біздің хит шоумен Мейрам мырзаның ставкасы қандай екен? Ашық айтасыз ба? Жалпы ставкам, гонорарым 500 мың және одан жоғары. Бір айда қанша той басқарасыз мысалға? Шараларды қосқанда? Әртүрлі. Бұрын мысалға барлық шараларға бара беретіміз. Қазір манағыдай уақытыңызға қарап? Иә, көбірек шаршағаннан, көп той басқарып шаршағаннан, аз той басқарып, сапалы болмаса деген секілді. Жарайды, жақсы. В общем, айтпайсыз ғой, бір айда қанша тойға баратын? Бір айда әрқалай шығар енді. Жалпы сіз ана неңізден байқадым, өзіңіздің инстаңыздан андай болып тұрды. Жеке индивидуальный программа деп. Сонда қанша уақыт кетеді жалпы бір тойға дайындалуға? Әр тойға жеке программа, жеке сценариймен барады екенсіз. Иә, әр тойға енді той иесімен танысамыз, сөйлесеміз, ол кісінің жанұясын зерттейміз, жаңағыдай ата-анасын, үйленіп жатқан жігіттің болмаса тұрмыс құрып жатқан қыздың айналасы келетін. Жалпы мен негізі тойға барған кезде тойда болатын аудитория қонақтарын алдын ала білуге тырысамын. Тойға 2 сағат қалғанда 8 досталып ортаға шығып кететін, болмаса 2 күн қалғанда деген секілді емес. Шама келсе ертерек барлығын ақпаратты жинақтауға тырысамын. Себебі ол үйдің бір мүшесі секілді, болмаса той иесі ағайдың бір інісі секілді сондай бағытта басқарған дұрыс деп ойлаймын негізі. Өзіңіздің фишкаңыз? Иә, ол кісі ата-анасы қайда оқыды, қай салада жұмыс жасады, болмаса қасында құдаша мен құда баланың өзінің хоббиі қандай деген секілді мысалға. Себебі сөз арасында қажет болады да бәрі деп ойлаймын. Дұрыс. Себебі кейбір ойындар болмаса бір интерактивтер. Жалпы клиенттердің көбі қалай келеді? Инстамен ба, тикток, әлде сарафанный радиомен ба в основном? Соны зерттеп көрдің бе? Оны мен қатты бірақ жалпы білемін оны. Мен негізінде рекомендация арқылы келеді. Рекомендация мен сұраймын сізден. Клиент хабарласқан кезде сұраймыз, рекомендация кімнен? Қайдан немесе? Источник қайдан? Соцсеті арқылы ма? Жалпы мен жүргізгенімді көрдіңіз ба? Жақын арада или болмаса кім арқылы деген секілді сұрап аламын. Сөйтіп өздері айтып береді. Иә, себебі егер мен табиғатыма келмейтін аудитория болса, сұрай келе білесің ғой. Мен ол аудиторияға бармаймын мысалы басқаруға. Мықты. Иә, ол әр аудиторияның өзінің асабасы бар. Жалпы Инстаграм арқылы дегенде мен қалада қалай десем болады, енді белгілі бір орталар ғана біледі ғой мені. Жалпы енді мен бұл жерде бұл менің бір тәкаппарлық болмаса бір өзінше болғандық емес. Жаңағыдай қаладағы осы белгілі бір аудитория ғана дегенде қалай десем болады, классикалық бағытты жүргізетін орта ғой. Осылар ғана біледі мені.
Жалпы бар ғой, шетелдіктермен енді сіз көп бірге араласасыз, той басқарушысыз да, жалпы мына басқа халықтардың қазақтың тойына қатысты қандай бір ойлары, пікірлері бар? Не ойлайды жалпы біздің тойымыз туралы? Кейбір шетелдіктер бар мен қалада. Көптен бері осы 10 жылдың төңірегінде жұмыс жасап жатқан. Және ол қазақтың тойларын уже белгілі бір деңгейде қазақша ойлайтын уже жаңа. Қазақтың тойларының бүкілдерін бәрі білетін жаңа. Маған бір той бұрын хабарласқан, елші болып екі құданың біреуі жездеміз барады деді жаңа, ағылшындық. Ол осы мына пандемияға дейін болды. Және ол біздің Атырауда емес, Оралда, Ақсай деген жерде тойда. Сонда қараңыз, ол манағы қазақтың біздің дәстүріміз неміз ғой жаңа. Құда түсу, жаңа құда жіберу, құда күту деген. Сол баратқан екі елшінің делегацияның біреуіне жаңа шетелдік бара жатыр да мысалға. Соған қарағанда әртүрлі деп ойлаймын енді. Мен нақты олардың жеке пікірлерін білмедім, шын айтсам. Енді тойда кейде мүмкін таңғалатын болар. Иә, таңғалатын болар, иә. Енді олар шетелдіктердің бір несі әрдайым күліп тұрады, жымиып тұрады. Сосын ұнап жатыр деп ойлап баса үйрендеңіз шығар. Сосын жаңағы всегда на позитиве, жаңа бір ойынға шығарсаң алақайлап атып шығады жаңағыдай. Сосын жаңа ұйымдастырған әрбір ойынды олар жаңағы жақсы көтеріп кетеді негізі. Иә, сосын сұрасаң, мана мен сұраймын ғой кейбір нелерден, халықтың көбінше сұраймын, жаңа аудармасын айтамын. Шетелдіктерден your first time in Kazakh wedding деп жаңағы, сіз алғаш ретсіз ба қазақтың тойында деп. Yes, жаңа біреу айтады. Бір екі болмаса екінші айтады жаңағы. No, it's third time жаңағы, you want to say second time айтып жатады. Екінші рет, үшінші рет, төртінші рет болатын деп. Біреулер айтады жаңағы a lot of wedding in Kazakh. Деп I was as guest деп айтып жатады да жаңағыдай. Үнемі боламын деген. Иә, мен көп болдым, жаңағы әрдайым болып тұрамын, қазақтың көптеген тойларында болдым деген секілді айтып жатады. Бірақ енді сұрасаң болды, қалай қазақтың тойы ұнай ма десем, good, super, fantastic дейді да олар. Андай бір олардан бір негатив көргенін байқамадым. Бірақ енді кейбіреулерінен андай болады. Байқайтын жаңағы тос біздің қашан деп сұрайтын кездер болатын. Себебі олар енді ерте ұйықтағанды, келесі күнгі жұмысын ойлап отыратын, сондай халық қой олар. Енді біздің қазақ екіге шейін тойда жүріп, таңертең 6-та жұмыста отыра береді ғой. Олар да 12-ге дейін, 12-ден кейін қалмауға тырысады мысалы тойда. Сол кезде келіп сұрап кететін кейбірлерінде болады, жаңағы байқайсың. Негізінен в основном 80% қазақтың тойын қызық көреді екен жалпы. Жалпы Мейрамның басқа бизнес көздері бар ма тойдан басқа? Басқа бизнес көздеріміз бар, бірақ құпия болып қала берсін. Бәрі құпия. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Алдағы жоспарымыз осы енді медиа саласында, той саласында тереңірек әлде де дамыту. Жалпы әлемдік деңгейге кеше ғана Малайзиядағы жүргізген шарадан кейін маған екі телефон түсті. Біреуі сол Малайзия елінде, Куала-Лумпур қаласынан түсті бір заказ. Екіншісі Дубай елінен хабарласты. Дубай қаласынан хабарласты кешесі. Деп олармен қазір енді олармен хат алмасу, переговор жүріп жатыр. Халықаралық деңгейге тек Қазақстан емес, басқа елдерге де жүргізу. Әлемдік жалпы мен Астана қаласында үлкен саммиттер жүргізу дейді, форумдар, үлкен біздің елбасылардың қатысуымен болатын әлемдік сондай деңгейлерде мысалға қызық сізге. Қызық маған, иә. Жалпы осы асабалық жүргізушілікті былай сырып қойғанда, қарапайым Мейрам адам ретінде сізге жалпы қандай хоббиіңіз бар, өзіңіздің бір қызығушылығыңыз болады ғой? Жасырып жүрген аудиторияңызға, подписчиктеріңізге айтпай, мен осындай хоббиім бар деп. Менің хоббиім дейсіз ба? Хоббиім баяғыда домбыра тарту болды. Ол кейін үлкен кәсіпке айналды ғой. Осындай той саласына келуіне. Қазіргі таңда менің хоббиім шахмат ойнаймын. Шахмат ойнайсыз? Иә, шахмат ойнағанды жақсы көреміз. Жақсы. Турнирлерге қатысып, орын алып. Иә, турнирлерге қатыса қойған жоқпын, бірақ енді
ойнаған жақсы көремін. Спорт саласынан спортқа негізі мүлдем жоқпын. Спорттың саласынан енді боулинг білмеймін, спортқа жата ма жатпай ма. Шахмат пен боулинг қана мысалға маған қатты ұнайтын. Қызығушылық деп ойлаймын. Қызығушылық шығар, бәлкім. Жалпы енді қазір Мейрам екеуміздің сұхбатымызды көп адамдар көріп отыр да. И осы асабалыққа болсын, жалпы өнер саласына жаңадан келіп жатырған жастарға бір ағалық ақылыңыз сияқты болса, кеңес деген сияқты. Сосын біз уже сұхбаттың келесі кезеңіне өтіп кетеміз. Ағалық кеңесім ізденіс керек. Өзіңнің табиғатың жалпы асаба дегенде қазақта енді асаба деп жалпы айтады ғой жүргізуші. Сол жаңа классикалық бағыт па өзіңдікі болмаса өзің бағытыңды. Сосын ағалық кеңесім өзіңізге үйде ойлап қой. Мейрамнан сұрақ берейін деңізші қазір. Ағалық кеңесім қалай десе болады оған? Ағалық кеңесім жалпы мәдениеттілікті сақтау керек шығар деп ойлаймын. Мәдениеттілік жүргізу, мәдениет жүргізу, болмаса жаңағыдай арзан әзілге берілмей, арзан әзілге бермей, болмаса бір адамның жеке территориясына кірмеу, біреуді кемсітпеу деген секілді. Енді қоғамда енді нақтылап айтпаймын, бірақ кейбір бәлкім бар шығар емес, бар ғой. Бірақ енді осы бір салада жүргеннен кейін мен нақтылап бір ешнәрсе айта алмаймын, бірақ сол мәдениеттілік жалпы қазіргі таңдағы тойдың өткізу мәдениеті соның жақсы болуына бәрі атсалысса деп ойлаймын. Рахмет. Себебі қоғамға өзгеруіне бәріне бір тікелей байланысты деп ойлаймын. Қазақтың тойы. Рахмет. Бізде енді екінші кезеңде логикаңызды тексереміз. Математикадан сабақ беретін апай болып отыр деп алдыңызда ойламаңыз. Бірақ сондай біздің бір өзіміздің талабымызда сол шағын сұхбатымыз кезіндегі. Жалпы дайын болсақ, жауаптарын қарап алмаңыз, бірақ мен өзім жазып қойдым дайындап. Жоқ, мен ондай алыстан көрмеймін. Тілді бір қолымен кім көтере алады? Бір қолмен кім көтере алады? Тойда көп қойылатын сұрақ осы. Мен әдейі соны сізге қойдым. Потому что жеңіл болсыншы басы деп. Бір қолымен пілді кім көтере алады? Бір қолды пілді кім көтере алады, Пілді бір қолымен кім көтере алады? Пілді. Пілді бір қолымен кім көтере алады? Жер? Бір қолымен да? Басқа енді тышқаннан қорқады. Бірақ бір қолмен пілді үлкен жануар ғой енді. Ал жақсы, жылқыны дейінші. Жылқыны бір қолмен кім көтере алады? Жылқыны бір қолмен кім көтере алады? Жылқы етін? Жылқының өзін. Жылқының өзін. Тірі емес енді, бірақ жылқы жалпы. Кішкене подсказка болсын сізге. Бір қолмен даяр шығар? Шахматист көтере алады екен жылқыны. Піл деп басында сізді кішкене былай әдейі ойландырып қойдым. Екінші сұрақ ол чисто математикаға қатысты. Математикадан апай беріп еді, ағай беріп еді сізге кезінде сабақ. Мектепте апай берді, жаңағы институтта ағай берді. Апайдан ұят болып қалмасын да, қазір кеттік. Фермердің 17 қойы болды, 9-нан басқасының бәрі өліп қалды. Фермерде қанша қой қалды? Фермердің 17 қой болды. 17 қой болды. Соның 9-нан басқасының бәрі өліп қалған. Енді фермерде қанша қой тірі қалып отыр қазіргі уақытта? 9-нан басқасы? Қалай дедіңіз? 9-нан басқасы? 9-нан басқасы өліп қалды. Енді фермерде қолында қазір қанша тірі қойы қалды? 9 қалды. Дұрыс. Математикадан беретін апайға рахмет. Апайыңызға рахмет айтып кетіңіз. Математика пәнінен берген, енді мен ауылда оқыдым, қалада оқыдым, енді ауылда математика пәнінен берген, 1-ші сыныптан 7-ші сыныпқа дейін берген Айжан апайымыз. Байшанас елді мекенінде үлкен рахмет. Және енді бер жағында гимназияда түрлі мұғалімдер болды математика пәнінен. Бірақ ана Политинститутта жалпы математикаға деген махаббатын тағы бір үлкен қатты оятқан Көшкенбаев дейтін, енді осы Атырау мұнай және газ институтында оқыған студенттер болса, Атырауда осы барлығы біледі. Өте ыссы кісі, бірақ өте әділ,
мұғалім еді, өте мықты мұғалім еді. Және ойлайтынмын, ол кісі маған бірінші сыныптан осы кісі мұғалім берген кезде бәлкім мен мықты математик болармын ба екен деген. Қазір жаман математик емес екенсің. Кеттік. Қазақстанда ең көп хатты кім алады? Хатты? Иә. Хат кән, письмо, да? Хат, письмо. Аха. Letter дейміз бар? Иә, letter, иә. Кім алады? Хатты ең көп алатын. Почтаны ең көп алатын. Хаттың түрі бар ғой. Манағы... Почтаны дейікші, общий. Онлайн қазіргі, иә? Жоқ. Онлайн емес, кәдімгі почтаны. Ең көп алатын. Ең көп алатын. Қазақстанда бір организация бар. Қазпочта? Вот, дұрыс. Мен ойланып қалып отырмын ғой. Анау хард копи дейді жаңа, қағаз түріндегі. Болмаса онлайн письмо дейді жаңа, қазіргі. Енді соны қайсысы деп ойлап отырмын да? Почта деп айттым сол. Аха. Так, неге құстар жылы жаққа ұшып кетеді? Құстар неге жылы жаққа ұшып кетеді? Себебі манағы мезгіл өзгереді жаңа. Келесі тікелей ме, сіз жанамалап па? Жанамалап қойып отырсыз. Логикалық сұрақ. Құстар неге жылы жаққа ұшып кетеді? Неге ұшып барады олар? Ұшып кетеді. Олар әрдайым ұшып жүреді ғой. Дұрыс айтасыз, өйткені оларға жүргеннен гөрі ұшқан ыңғайлы ғой. Сол үшін ұшып жүреді екен. Қандай ситуацияда ұшып жүреді? Любой ситуацияда. Так, енді соңғы сұрақ. Аха. Неге ит үргенді жақсы көреді? Неге ит үргенді жақсы көреді? Себебі ит біздер енді адамдар сөйлейміз ғой, болмаса әр жануардың өзінің дыбыстайды жаңа. Несі бар? Ит үреді ғой, одан басқа. Ит сөйлеп білмейді. Ит сөйлеп білмейді, иә. Көрдіңіздер да, Мейрам қандай ақылды, логикасы мықты, білімді. Сондай адам екен өзі. 8 қырлы бір сырлы. Енді біздің үшінші ойынымыз, ол я немесе жоқ. Тек қана жауап бересіз. Тым логика керек емес. Просто я немесе жоқ деп жауап бересіз. Кітап оқысаң ұйқың келе береді ме? Иә. Қонаққа барып, ванныйдың ішіне кірдіңіз, қол жудыңыз ғой, енді соны қолды орамалға сүртуден кішкене қорқақтап деп айтайыншы. Суды былай сілкіп-сілкіп ванныйдан шығып кеткен кезіңіз болды ма? Қолыңызды орамалмен сүртпей. Мен қонаққа барған кезде әрдайым орамалға көп жағдайда, егер үй иесі көріп тұрмаса, арнайы ұсынып тұрған шама келсе сүртпеуге тырысамын. Себебі қазіргі таңда жаңа енді ауылда бала кезде жаңағыдай өзімізде үлкен кісілерге қолға су құясың ғой жаңа. Сол кезде орамал болады жаңа. Орамал береді, ол кезде сүртіп береміз. Қазіргі кезде енді салфетка бар ғой. Салфетка болмаса тұрған туалетный бумага бар ғой. Соны жыртып аламын да сонымен сүртіп алып шығып кететінмін жаңа. Ұйықтап жатып төсектен құлап қалған кезіңіз болды ма дейді. Ұйықтап жатып төсектен құлап қалған кезіміз. Ол кровать болуы мүмкін, пойызда мысалы кетіп бара жатқанда. Иә, болды. Болды. Иә. Иә. Үй шатырына қатып қалған мұзды кәмпитше сорып мәз болған кезің болды ма? Болды. Иә. Телефон қарап жатып, бетіңе телефон қойған кездер болды ма? Телефон қарап жатып, ұйықтап кетіп телефон бетіме қойған кездер жоқ. Так, дүкенге бір зат алуға кіріп, орнына бір пакетпен шыққан кездеріңіз болды ма? Сұрақ қайталайсыз ба? Дүкенге бір ақ затты алуға кіріп, шыққан кезде бір үлкен пакетпен шыққан кезіңіз болды ма? Көп жағдайда бұл жоқ деп шығар, себебі әйел адамдар қыз балалар ғой, олардың табиғатында бар нәрсе. Ер адамдар енді көп жағдайда бір нәрсені жоспарлады ма, сол нәрсені алады кейін қайтады ғой. Асығып жүріп киімді теріс киіп шығып кеткен кездер болды ма? Асығып жүріп киімді теріс киіп кеткен кездер бала кезде болды. Иә. Бірақ есейе келе әрине бұл қазіргі таңда енді жаңағы майканы теріс киіп алған кез болды. Бір шараға бір нәрсе асығып барасың деген секілді. Бірақ сырт киімге әрине мұқият басу ғой. Бірақ оны білмейсің, тойдан кейін келіп шешім жатқан кезде майканы теріс киіп алыппын ғой деген секілді, жаңағы іш киімді деген сондай болды. Жақсы, рахмет. Енді бізде соңғы кезең. Соңғы кезеңде сізге арнап суреттер дайындап қойдық. Ақштың көк қағаздары. Барынша қонақтарымызды зерттейміз. Соған өзіне арнап суреттер дайындаймыз.
сіз енді международный уровеньдегі шоумен болғаннан кейін осындай суреттер. Так, мен суреттерді көрсетіп шығайын да, осы суреттерге қарап, өзіңізбен байланыстырып, бір оқиға құрастырасыз, и мына суреттер бір-біріне бәрі байланысты болу керек. Мынау доллар, бәрі жақсы көреді. Бұл деген... Гламурный официант. Почему-то кобра болып тұр бірақ. Так, кішкентай қызымыз жылаватыр. Так, гримда жаңа босқа айтқан жоқсыз ғой. Иә. Сосын Макс. Так, көз көгеріп тұр. Так, сосын бұл кішкентай не да? Сәби жауап. Мен түсіре берейін. Сіз айта беріңіз. Поставь доллардан. Иә, ақштың көк қағазы, бұл енді менің осы 20 жыл той басқарған кездегі ең үлкен алған табысым. Мына тойдың гонорарынан бөлек маған бергенде жаңа не деп айтсам болады? Сыйлық, хадия. Иә, той иесінің маған берген және осы 20 жылдың ішіндегі ең көп алған суммам осы маған доллар арқылы берген болатын. Доллар арқылы берген болатын. Долларды алып тұрсыз, тойдан шығып, риза болып тұрсыз, алдыңыздан? Риза болып тұрмын, бірақ сол той үлкен бір элиталық той болды. Арнайы түрде отырған кейбір қонақтарға арнайы виповый премиум класстағы гламурный официанттарды алдыртқан болатын. Именно 1-2 стол болды, ол жерде жаңағы арнайы мына қолдарына қолғап келген сондай бір өз ісінің маманы, сондай осындай гламурный официанттар болған болатын. Неге кобраға айналып кеткен ол? Енді оны кобраға айналғандығын бәлкім бұл не шығар, ана фотографтар фотошоппен сәл өзгерте салды ма? В общем, осындай официанттар еді. Әрі қарай кеттік. Сіз тойдан шығып келе жатсыз? Бұл енді тойдан шығып келатым, жаңа той иесі маған беріп жатыр, бір жақтан жаңа немересі келіп, жаңа жылап, қасына келіп, қазір деп жаңа естіп жатыр, маған рахмет несін айтып жатыр. Сондай бір ситуация болды. Яғни ол тойға жаңа айттым ғой, мына эксподан кейінгі осындай гримдеу болмаса, сол кездегі мені кукла қылып салған, қуыршақ секілді қылып салған, маған қатты бір фотодан, видеодан қараған кезде өзіме жалпы ұнады. Содан кейінгі осындай үлкен премиум класста, үлкен бір деңгейде өтетін тойларға арнайы визажистер, жаңағы осы саланың мамандарын, болмаса мұндағы мені бояндыратын, гримдейтін арнайы мамандар шақыратынбыз, осындай косметикалар. Сіз жаңағы тойға осы косметикамен? Иә, осы косметикамен, осындай косметика дайындықпен, осындай деңгейдегі даяршылар, официанттар болды. Жаңағыдай, және соған сай тойдың соңында берілген бонус та сондай болды жаңа. Иә. Сол күні тойдан шығып, манағы өзім жаңа қасымда музыкантым бар, жаңа өзім командам бар. Қыстың мезгілі ғой енді. Қуанған соншалық, керемет бір жақсы табыс алдық деген секілді. Енді бір адам пендесі ғой, қуанасың жаңа. Сыртқа шықса, күн қыстың мезгілі жаңа, күн тайғақ, гололед жаңа. Машинамызға жетеміз дегенше жаңа қасымдағы әріптестер бір құлап көзін дәл осылай көгертіп алған болады. Кейін адамдар айтса жаңа сенбейді жаңа. Бай, сен бұл төбелес болмаса бір тойда бір ұрға болар, қайта айтып қойған барсың нәрсе деп. Жоқ, айттым жаңа, шынымен осылай болған оқиға деп жаңа. Осымен концерт аяқталды. Осымен концерт аяқталды, иә. Рахмет сізге. Бізде енді соңғы кезең. Бұл біздің арнайы сізге дайындаған осындай сыйлығымыз. Атырау ақпараттың сізге естелік сыйлығы. Тамаша. Осындай жазуы бар. Вип қазақ дейтін, қазақтардың барлығы сіздер сияқты вип болсын. Рахмет. Рахмет. Сыйлығы сізге. Тамаша, бұнау біздер неге түсіп жатыр, жігіттерге бір қарап қоямыз ғой. Мобилографтар, мықты видеографтар жұмыс жасап жатыр, жігіттер. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Қонағымызға тағы да үлкен рахмет, Мейрам. Рахмет. Бұл сіздермен бірге болған хайп емес, біздің мақсат сынау емес. Келесі кездескенше.